Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті жамағат, құрметті көрермендер, бүгінгі сіздермен өтетін дәрісіміз мәт түрлерінің 5-ші тақырыбы мәт арыз. Мәт арыз. Мәт арыз дегеніміз не? Мәт арыз дегеніміз мәт әріптерінен кейін, әлиф, вау, яй әріптерінен кейін келген сәбәбі мәт, яғни сәбәбі мәттің сүкін арыз болса, мәт арыз болады. Яғни мәт арыз болады. Мысал айтатын болсақ, я'ламуна деп кеп тұр. Осы жерде я'ламунаның соңында тоқтау белгісі болатын болса, тоқтайтын болсақ, я'ламун деп сүкінмен тоқтаймыз. Осы жердегі нунның сүкін арыз екен. Яғни мәт әрпінен кейін сүкін арыз келсе, онда мәт арыз болады. Я'ламун деп оқиды екенбіз. Екінші мысалға келетін болсақ, хакимун деп келіп тұр. Біз бұны сөз соңында, яғни аят болатын болса, я болмаса тоқтау белгісі болатын болса, хаким деп сүкінмен тоқтаймыз. Осы жердегі мемнің сүкін арыз болады екен. Яғни мәт әрпінен кейін сүкін арыз келетін болса, мәт арыз болады екен. Хаким деп оқимыз. Жалпы мәт арыз 2 әлифтен 4 әлифке дейін созуға жәйіз. Яғни 2 әлифтен 4 әріпке дейін созуға болады. Құрметті жамағат, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісімізде кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.